адам әдемі. Әр адам әдемі. Мынау әдемі емес, мынау деген көріксіз, мынау вообще сүйкімсіз, мынау деп айтуға біреу туралы ешкімнің хақысы жоқ. Себебі мұсауыр, адамға көркем бейне беруші ол Алла. Сіз бір адам туралы сондай әңгіме айтып жатсаңыз, ол деген мысалы қазір урод қой деген әңгіме, урод қой ол деген сияқты әңгімені айтатын болсаңыз, оның ар жағында Аллаға тіл тигізіп жатыр. Көрдіңіз бе? Неге? Себебі оны көркем түрде бейнеде жаратқан. Ол өз-өзін солай істеп алған жоқ қой. Алла оны солай жаратты ғой. Мінекей сондықтан оны істеушіге сіздің тіліңіз барып тиеді, яғни Аллаға барып тіліңіз тиеді. Сондықтан әл-мусауир деген Алланың есім сипаты бар, көркем бейнелеуші дейді. Алла тағала көркем, әр адамды бейнелеуші. Алла тағала адамзатты біз көркем бейнеде жаратқанбыз дейді. Сондықтан әр адам өзінше әдемі.